Армысыздар. Өңірде жүзеге асырылып жатқан жобалар, қоғамдық маңызы бар бастамалар, әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері мен мәдени шаралар тұрғындар назарынан тыс қалған жоқ. Өзекті ақпараттар Алатау арайы, Ағни Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық ресурстарында кеңінен жарияланып отырды. Назарларыңызға аптаның ең маңызды жаңалықтарына қысқаша шолуды ұсынамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың таңдаулы сөздер топтастырылған «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты жинағы жарық көрді. Бұл еңбекте президенттің философиялық ой тұжырымдары, бүгінгі Қазақстанның қоғамдық саяси ахуалына қатысты пайымдары және уақыт сынынан өтіп, халық жадында сақталған қанатты сөздері қамтылған. Жинақ 21 тақырыптық бөлімнен тұрады. Кітап туралы әлеуметтік желіде пікірін білдірген Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі Арман Қырықбаев, сөз қадірін түсінетін, көкірегі ояу, зерделі қауымға айтар жаңалығымыз бар. Жинақ болғанда бұл мемлекет басшысының Қазақстанды әділетті, қауіпсіз және өркендеген елге айналдыруды көздеген ұлы мұратының сөзбен көмкерілген жиынтық бейнесі. Абай Құнанбайұлы ұлтымыздың ғана емес, адамзат өркениетінің ортақ құндылығына айналған тұлға. Осы орайда газетіміздің сенбі күні санында 10 тамыз Абай күніне орай ақын әлеміне терең бойлап, мұраларын насихаттауға кеңінен орын берілді. Бірінші бетте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және оның ілімі туралы айтқан тұжырымды ой пікірі жарияланған. Ал Абай күніне арналған арнайы бетте Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Төлеген Кенжебековтің «Руханияттың алтын қазығы» атты мақаласы басылған. Онда ел президентінің Абайдың қара сөздеріне ерекше мән беретіні, Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттарын бекіту туралы жарлығында ұлттық кітап нышаны ретінде хакімнің қара сөздері бекітілгені туралы айтылады. Сондай-ақ Еңбекші Қазақ ауданындағы Абай атындағы Қазақ орта мектебі туралы, Жамбыл Жабаевтың әдеби мемориалды музейінде ілулі тұрған Абай портреті жайында тағылымды мақалалар жарық көрді. Өңірде Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында таза бейсенбі акциясы өткізілді. Оған облыс бойынша 22 мыңнан астам тұрғын қатысып, таңмен таласа тазалық жұмысына атсалысты. Игі шарада азаматтар қоршаған ортаға қамқорлық пен жауапкершілік сезімінің үлгісін көрсетті. Олардың қатарында қоғам белсенділері, зиялы қауым өкілдері, облыс әкімдігі мен мемлекеттік орган қызметкерлері, кәсіпкерлер, жастар мен еріктілер, тұрғындар бар. Нәтижесінде 510 тонна қоқыс шығарылып, 282 гектар аумақ тазартылды. Акция барысында қоғамдық орындар мен аулаларға қоқыс жиналып, абаттандыру жұмысы жүргізілді. Қайта өңделетін қалдық бөлек сұрыпталып, қалған қоқыс арнайы полигонға жіберілді. Қонаев қаласында өткен сенбілікке облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев те қатысып, тазалық баршаның ортақ құндылығы екенін атап өтті. Өзіміздің өмір сүретін елді мекендер мен қалалардың, туристік орындардың таза әрі жайлы болуы әр қайсымыздың жанашырлығымыз бен жауапкершілігімізге тікелей байланысты. Бүгінде Таза Қазақстан бағдарламасы аясында облысымызда абаттандыру, көгалдандыру және экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізілуде. Қонаев қаласында орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавқат Өтемісов пен облыс әкімінің орынбасары Ғани Майлыбаевтың қатысуымен жиын өтті. Онда алда өтетін сайлауға дайындық барысы сараланды. Жиында сөз алған Шавқат Әнесұлы сайлау жоғары деңгейде өту үшін комиссия мүшелері заңды жақсы білу керектігін жеткізді. Осы орайда комиссия мүшелерін оқытуға ерекше назар аударылатынын атап өтті. Өз кезегінде сөз алған Ғани Айдарұлы өңірдегі сайлау учаскелері 100% материалдық техникалық тұрғыда қамтамасыз етілгенін, облыста сайлаушылар саны 1,042,000 адамды құрап отырғанын алға тартты. Облыстық аумақтық сайлау комиссиясының басшысы Мейрамгүл Айтова сайлауалды ұйымдастыру және өткізу жұмыстарына 12 аумақтық 683 учаскелік сайлау комиссиясы қызмет ететінін, 4811 сайлау комиссиялар мүшелері жұмылдырғанын айтып өтті. Бұл туралы Айжарық Көптілеуовтың бейсенбілік нөмірдегі дайындық жұмысымен танысты атты мақаласынан оқи аласыздар. Сондай-ақ апталық газет бетінде жарияланған тазалық сақтау ортақ жауапкершілік тақырыбында Алматы облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысымен сұхбат, Өрікті өңір атты Ұйғыр ауданының тыныс-тіршілігі туралы толымды мақала,
мектеп көкжиегіңді кеңейтеді. Гендер-пати той көбейіп, тәрбие кеміді ме тақырыбындағы өзекті жайттарды оқып, Алатау арайымен бірге болыңыздар. В Алматинской области строительная отрасль сегодня переживает период активного развития. Возводятся социальные объекты, жилье и инженерная инфраструктура. Обновляются дороги, продолжается формирование нового административного центра области. А накануне Дня строителя в регионе чествовали ветеранов и специалистов отрасли, чей труд непосредственно связан с этими масштабными изменениями. Марат Султангазиев в своем вступительном слове поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль является одним из важнейших факторов социально-экономического развития страны. Сфера строительства – прочная опора социально-экономического развития страны. Благодаря вашему труду и неустанной работе появляются новые жилые дома, современные школы и больницы, культурные и спортивные объекты. Развивается инфраструктура и повышается качество жизни населения, подчеркнул глава региона. По его словам, в текущем году в области планируется строительство 106 объектов общей стоимостью 123 миллиардов тенге. Для сравнения, в прошлом году реализовывалось 159 объектов на сумму 154 миллиарда тенге. Рабочая поездка акима Алматинской области Марата Султангазиева в село Шелек Еңбекшіқазақского района получилась весьма насыщенной. На этот раз он познакомился с проектами строительства новых соцобъектов и проинспектировал ход ремонтных работ в сельских школах. Без внимания не осталась и дорожная инфраструктура. В поездке главу региона сопровождали аким района Талгат Байедилев, руководители областных управлений и районных отделов. Первым объектом посещения стал земельный участок площадью 3,5 гектара, на котором планируется построить новую многопрофильную районную больницу на 200 коек. Важный социальный объект включает трехэтажный главный корпус и двухэтажное здание, где расположится инфекционное отделение. В медучреждении также запланированы хозяйственный блок, парковочный гараж на 5 единиц спецтехники и бокс для дезинфекции транспортных средств. Отдельные функциональные зоны будут соединены общей галереей. В средней школе имени Ибрая Алтынсарина Марат Султангазиев ознакомился с ходом строительства и ремонтных работ. Первоначальным проектом был предусмотрен капитальный ремонт учебного заведения, но в ходе его реализации было принято решение о строительстве дополнительного корпуса. В завершении рабочей поездки Марат Султангазиев поручил принять конкретные меры для завершения всех проектов в установленные сроки и обеспечить их качественное исполнение. Жақтағы больница бізде қанша адамдық? 180 орын төсекті. Мынау? 300. Екі есе үлкен болады. Екі есе үлкен болады. Жолдарда, стоянкасы да мынау мектеппен біріктіресіңдер ме стоянкасын бірдеңе ойластыру керек. Бөлек стоянкасы, бөлек жол болғаннан кейін бөлек стоянкасы болады. Жер бөлінді, инфрақұрылым бар, енді бәрі өз қолдарында тездету керек. Сондай. Сіздер жолдар пысықтаңыздар. Проведение этапов чемпионата мира Формула-1 H2O, строительство новых социальных объектов и обновление дорог в Шелеке, расширение промышленных мощностей Алматинской области. Об этом и о многом другом читайте в последних номерах газеты «Огни Алатау». Алматы облысының арнаулы әлеуметтік қызметтерді қажет ететін балаларды қолдау орталығында мекеменің ашылғанына 1 жыл толуына арналған салтанатты іс-шара өтті. Алматы облысының арнаулы әлеуметтік қызметтерді қажет ететін балаларды қолдау орталығының 1 жылдық мерейтойы өтті. Шараға тәрбиеленушілер, қызметкерлер, қонақтар және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері қатысты. Қала әкімі Асхат Бердіханов балаларды құттықтап, орталықтың қиын жағдайда тап болған балаларға қолдау көрсететін маңызды мекемеге айналғанын атап өтті. Мерекелік бағдарлама барысында балалар ән айтып, би билеп, шығармашылық және спорттағы жетістіктерін көрсетті. Қазіргі таңда орталықта 170-тен астам бала тәрбиеленіп, білім алуда. Мұнда олардың білім алуына, дамуына және қоғамға бейімделуіне қажетті жағдай жасалған. Осымен Алматы облысының тыныс тіршілігінен сыр шертетін апталық жаңалықтар топтамасы аяқталды. Өңірдегі маңызды оқиғалар, тың бастамалар мен өзекті мәселелер туралы жедел әрі нақты ақпарат алу үшін Алатау арайы, Ағни Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық алаңын тұрақты түрде қадағалап отырыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.